Ел тыныштығы мен қауіпсіздігін күзетуге уәде берген жас сарбаздар қатары артты. Саран қаласына қарасты әуе қорғаныс күштері әскери бөлімінде 60 сарбаз ант қабылдаған. Бүгінгі отан қорғаушылар еліміздің әр аймағынан шақыртылғандар. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазақстан қарулы күштерінің қатары тағы да жаңа құраммен толыға түсті. Қорғаныс министрлігінің 31-775 механикаландырылған бригадасында және 44-803 әуе қорғаныс күштері әскери бөлімінде 250-ден астам жас сарбаз салтанатты түрде әскери ант қабылдады. Айбынды армия әлеуеті мықты ел әскерінің бүгінгі тірлігі жүректері лүпіл қаққан ата-ана алдында орын алып жатты. Бүгінгі сарбаздардың отан қорғау міндетіне деп отырмыз. Бір зор жасалып, мынау осындай бір үнде өтіп, әке-шешесіне аман-есен жолға жассын. Тілектеспін. Қарағанды гарнизонына қарасты 44-803 әскери бөліміндегі салтанатты кеш көрінісі. Ұлдарының отан қорғау жолындағы абыройлы міндеті ант қабылдауын көруге ата-аналар қаламызға еліміздің әртүрлі аймағынан келген. Бүгінгі кеште әр сарбаз өзіне жүктелген міндетті үлкен жауапкершілікпен сезінгені анық. Себебі олар ата-аналары мен халқы, сондай-ақ әскерилер алдында антты сақтап өтетініне өз өмірлерімен уәде бергендер. Жас буындар ротасының ұжымына әскери өмірге үйреткен үшін алғыс білдіремін. Және де жолдастарыма айтарым, антқа адал болып аман-есен оралайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміздің әр өңірінен жиылған бұл жігіттердің мақсаты ел тыныштығы жолында қалтқысыз қызмет ету. Дидар Қалқатайқызы, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.